Қайырлы күн балалар. Бүгін қазақ тіл пәнінің екінші сабағын бастаймыз. Екінші сабақ ауызекі және жазбаша сөйлеу деп аталады. Сіздер бұл сабақта ауызша және жазбаша сөйлеу түрлерін білетін боласыздар. Және мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап беріп көретін боласыздар. Алдымен мәтінмен танысайық. Біздің еститін және айтатын сөйлемдеріміз ауызша сөйлеу деп аталады. Бұл үн арқылы берілетін сөйлеу. Ал жазбаша сөйлеу жазылып берілетін хабар. Сөйлеудің бұл түрі бірден пайда болған жоқ. Алғашқыда адамдар айтқысы келген ойын суретпен бейнелеген. Мұндай суретті бейнелер ескі үңгір қабырғалары мен тастарда сақталған. Қазір жазу үшін әріптер және басқа бейнелер пайдаланылады. Естеріңізде ме балалар, біз өткен жылы алғашқы адамдардың қалай бір-бірімен сөйлескенін, тасқа қалай таңба қалдырғанын туралы айтқанбыз. Ендеше сұрақтарға жауап беріп көрейік. Ауызша сөйлеу дегеніміз не екен? Ал жазбаша сөйлеу дегеніміз қалай екен? Енді осы мәтіннің мазмұны бойынша тағы да не білгілерің келеді сұраңыздар бір-бірлеріңізге. Сосын сол сұрақтарыңызды комментарийге жазып қалдырсаңыздар, мен сіздерге жауап беретін боламын. Сонымен келесі жаттығуға назар аударайық. Суреттерде не көріп тұрмыз? Бұл суреттегі заттар арқылы сөйлеудің қай түрі жүзеге асады? Біз досымызбен бірге талқылап көрейік. Бірінші біз теледидарды көріп тұрмыз, ал екінші компьютерді көріп тұрмыз. Қараңыздар, біз теледидар арқылы хабар көреміз, жаңалықтар естиміз, түрлі фильмдер көреміз. Бұл сөйлеудің қай түрін елестетіп тұр, қай түрін беріп тұр? Әрине, теледидар бізге сөйлеудің ауызша түрін береді. Ал компьютермен біз көп хабарламалар жазамыз, өзімізге керек естеліктерді жазып сақтап қоямыз. Бұл бізге жазбаша сөйлеуді көрсетіп тұр. Ендеше компьютермен жұмыс істейтін кезде біз нелерді ескеру керек? Біз компьютермен жұмыс істеу нұсқаулығын, яғни ережесін жазып көрейік. Экранға жақын отырма дейді. Қалай ойлайсыздар? Келісесіздер ме? Жақын отырса не болады? Қисаймай тік отыр. Тағы да қандай ереже қосқыларыңыз келеді? Оны да комментарийге жазып қалдырсаңыздар, мен сіздерге жауап беретін боламын. Балалар, сөйлеу сұрақ, жауап, әңгімелеуден тұратынын өткен сабақта да айттық. Бұл сабақта да еске түсіріп алайық. Енді жұмбақтарды оқиық, жауабын тауып көрейік. Сөзі дана, үні жоқ, сөйлемейді, тілі жоқ. Қолыңа алсаң шешен, ақылы асқан көсем. Бұл кітап па, жоқ радио ма? Дұрыс айтасыздар. Әрі шешен, әрі әнші, әрі күйші. Әр үйде бар тапқышым, кәне білші дейді. Барлық үйде ән айтып, сөйлеп, күй тартып тұрған ол қандай зат? Иә, ол радио. Дұрыс айтасыздар. Радио бізге ауызша сөйлеу түрін көрсетеді, ал кітап бізге жазбаша сөйлеу түрін көрсетеді. Сергіту сәтін жасап алыңыздар, сосын қараңыздар. Кім тапқыр деген ойын ойнап көрейік. Мына суреттегі заттардың атауын айтамыз, сосын әрбір суретте берілген сөздердің алғашқы әріптерін жазып шықсақ, бізде жазбаша деген сөз пайда болады. Ал сіздер дәл осындай сурет салып отырып, ауызша деген сөзді суреттердің көмегімен құрастырып, бір-бірлеріңізге көрсетсеңіздер болады, және бір-біріңізге жасырып ойнасаңыздар болады. Сонымен балалар, біз бүгін ауызша және жазбаша сөйлеу түрлерін білдік, және мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бердік, және компьютермен жұмыс істеу нұсқаулығын жасадық. Ал сіздерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық.